Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 119 сабақ. Геометриялық фигураларды әріптермен белгілеу. Сен фигураларды латын әліпбиінің бас әріптерімен белгілеуді білесің. Балалар, геометриялық фигураларды біз латын әріптің бас әріптерімен және кіші әріптерімен белгілеуді үйренеміз. Бірінші тапсырма. Тапсырманы орында. Дәптерге суреттелген нүкте қойда оны А әріпімен белгіле. Оқылуы А нүктесі. Не болар? А нүктесі. Екінші, дәптерге 6 нүкте белгіле. Оларды бірі-бірінен ажырату үшін әрқайсысын әріптермен белгіле. Е, К, М, П, Т, О. Осы нүктелерді ата. Нүктелерді латын әріптерінің үлкен әріптермен жазады екенбіз. Е, М, О, Т, К, П. Екінші есепте тапсырманы орында. Дәптерге кесінді сыз және оның ұштарын суреттегідей А және В әріптерімен белгіле. Кесінді сызық. Нүктені үлкен латын әріптерімен белгілейміз. Оқылуы А, В кесіндісі немесе В, А кесіндісі, болмаса А, В түзуі немесе В, А түзуі деп те оқысақ болады. Суретке қара, кесінділер мен түзулерді белгіленуі бойынша ата және дәптерге жаз. А, Е кесіндісі немесе Е, А кесіндісі. В, С кесіндісі немесе С, В кесіндісі. В, С түзуі немесе С, В түзуі десек болады. П, С кесіндісі немесе С, П кесіндісі. Д, О кесіндісі, О, Д кесіндісі. Д, О түзуі, О, Д түзуі. Оқысақ болады. Келесіде К, М кесіндісі, М, К кесіндісі. Түсінікті балалар, түзу мен кесіндіні ажырата аламыз ба? Келесі үшінші тапсырмаға барсақ, тапсырманы орында. Сүйір бұрыштың төбесін Е әріпімен, тік бұрыштың төбесін К әріпімен, доғал бұрыштың төбесін О әріпімен белгіле. Бұрыштың қабырғаларын басқа әріптермен белгіле. Осы бұрыштардың қабырғалары болып табылатын сәулелерді ата. Балалар, біз бұрыштардың қабырғаларын латынның кіші әріптерімен белгілейді екенбіз да, төбелерін латынның үлкен әріптерімен белгілейді екенбіз. Төбелері дегеніміз міне мына жерлер міне. К төбесі, О төбесі, Е төбесі. Мынау тік бұрышты. Тік бұрыш екен. Тік бұрыш дегеніміз қандай бұрыш? 90 градус жасап қиылысатын бұрышты тік бұрыш дейміз. Сүйір бұрыш дегеніміз 90 градустан кіші бұрышты сүйір бұрыш дейміз. Яғни тік бұрыштан кіші бұрышты сүйір бұрыш дейміз. Доғал бұрыш дегеніміз тік бұрыштан үлкен бұрышты доғал бұрыш дейміз. Енді қабырғаларын көрейік. Тік бұрыштың қабырғалары А және Б. Сүйір бұрыштың қабырғалары С және Д, төбесі Е. Доғал бұрыштың төбесі О, қабырғалары Е, F. Төртінші есепте АВ және КМ кесінділерін өлше. КМ кесіндісі АВ кесіндісінен неше сантиметр ұзын? АВ кесіндісі 3 сантиметр екен, КМ кесіндісі 5 сантиметр екен. Неше сантиметр ұзын екен білу үшін КМ-нен АВ кесіндісін азайтамыз. Сонда 5-тен 3-ті азайтамыз 2. Жауабы КМ кесіндісі АВ кесіндісінен 2 сантиметр ұзын екен. Бізде түзу сыз оның бойынан С және Д нүктелерін белгіле. Сонда С-ды кесіндісінің ұзындығы 1 дециметрге тең болса, осы кесіндінің бойынан Е нүктесін белгіле. Сонда С-ның ұзындығы 6 сантиметрге тең болсын. Е-ді кесіндісінің ұзындығын өлшемей тап дейді. Балалар, С-д кесіндісі.
белгіледік. Арасы 1 дециметр болсын дейді. 1 дециметріміз бізде 10 сантиметр. 10 сантиметр сызып аламыз. Сонда С-ның ұзындығы 6 сантиметр болсын дейді. Яғни С мен Е-ның ұзындығы 6 сантиметр болса, жалпы С-дінікі 10 сантиметр болса, онан алдын алсақ, Е-ді. Е? Өлшемеге қалай таба саламыз? Оның алдын алып 4, Е-дінің өлшемі 4 сантиметр деп аламыз жауабын. 6-шы есепте өрнек құр және олардың мәнін тап. 6 көбейту 3 бөлінген 3 қосылған 47 тең. 6-ны 3-ке көбейтсек 18, 18 3-ке бөлсек 6, 47-ге 6-ны қоссақ 53. Келесі 3 көбейту 3 бөлінген 1 қосылған 47. Түсінікті болар, е? Не? Мына көбейту 3 пен бөлу ортақ, қосу 47 ортақ. Қалған 6 мен 3-дің орнына ауыстырамыз, 3 пен 1-дің орнына ауыстырамыз. Сөйтіп 2 өрнек құрамыз. 3-ке 3-ке көбейтсек 9, 9-ды 1-ге бөлсек 9, 47-ге 9-ды қоссақ 56. Келесі екінші есебіміз 35-ті 5-ке бөлеміз, көбейтеміз 4-ке, азайту 19. 35-ті 5-ке бөлсек 7-ден, 7-ні 4-ке көбейтсек 28, 28-ден 19 алсақ 9. Келесі 45-ті 5-ке бөлеміз, көбейтеміз 5-ке, азайтамыз 19-ға. 45-ті 5-ке бөлсек 9-дан, 9-ды 5-ке көбейтсек 45, 45-тен 19-ды алсақ 26. 7-ші есепке алсақ, кез келген кезінде сіз оның ұштарын әріптермен белгіле, сәулесі және оның басын әріппен белгіле. Белгілену бойынша осы фигураларды оқы. Міне, А, В кесіндісі, С сәулесі. Сәуле дегеніміз бір нүктеден басталып, шексіз кететін түзуді айтамыз. Ал кесінді дегеніміз екі нүктемен шектелетін түзуді айтамыз. Келесі, кел ойнайық. 8-ші күшікке үйшігіне жету үшін ең қысқа жолды табуға көмектес. Мына жерде 3 жол бар екен. Бірінші жолы, ортасындағы ерек-ерегіміз екінші жолы, одан кейінгі үшінші жолы. Оның ең қысқа жолды табу үшін біз бұлардың ұзындықтарын қосып есептеп көреміз. Бірінші жолымыз 12 метрге 6 метрді қосамыз 18. Екіншісі 2 метр, 4 метр, 5 метр, 6 метрді қосамыз 17. Одан кейін 8 метр, 2 метр, 11 метрді қосамыз 21. Сонда қай жол қысқа болып тұр? Ең қысқасы 17. Яғни мына біздің көзімізге ең ұзын жол сияқты көрініп тұрған жолымыз ең қысқа жол екен. Жауабы екінші жол ең қысқа жол деп айттық. Мынаны бірінші жол дедік, мынаны екінші жол дедік, мынаны үшінші жол дедік. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесі сабақта кездескенше.